Одна из малоизученных мест в Жуанийском районе – это родник Аулиебастау. Если смотреть на него высоты, то он похож на глаз человека, а камыши, которые растут вокруг него, словно ресницы. Округ, в котором я проживаю, назван в честь этого родника. Со всех концов нашей стороны приезжают люди к нему, потому что верят в исцеляющие свойства. Аулиебастау они черпают воду родника, читают Коран и молятся за исцеление. Если верить легенда, то вода этого священного родника берет свое начало с Туркестанской области. Существует еще одна легенда, что у данного родника есть невидимые многим людям мистические силы и образы змеи-охранника. Бұлақтан алынған су, соны ішейік, сізге құйып берейін. Балам мені мынау Көкбастаудың суын ниет қылып әкеліпсің, бата берген ғана. Мынау Көкбастаудың зәм-зәм суы дертке шипа, жанға дауа берсін. Аумин. Аумин. Інжу маржаны, теріс өзені, сылқым өзен, қарт Қаратаудың сілемдері, Құлан және Бөкей тауларының бастау алады. Теріс өзені туралы Жуалы жеріне келген араб жиһангері күнделігінде бұлай жазыпты: өзен шығысқа қарай ағады, сондықтан оның аты Баркуап, яғни теріс ағатын өзен деп аталады. Сонымен қатар ол теріс өзенінің жағасы қалың тоғай, онда қырғауыл көп деп айтқан. Көне деректерде өзеннің сол жағында орналасқан бекініс орны жаудың шабуылынан қорғану үшін, ал шығыс жағы өзеннің жар қабығына тіреліп қалған жақтары биік күшті дуалмен қоршалғандығы туралы қазіргі іздері куә. Қазіргі таңда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында осы аталмыш төбеде қазба жұмыстары жүргізіліп, 1-3 ғасырларға тиесілі Қаңлы мемлекетінің ордасы болған деген болжамдар бар. Онда табылып жатқан көне жәдігер, қыш құмыра, алқа, тағы басқа заттар Жапонияға зерттеуге жіберіліп, жәдігерлер 3 ғасырға жататындығын анықталды. Осы орайда мектебімізде, өлкемізде табылған көне жәдігерлерге арналған арнайы кішігірім өлкетану мұражайы құрылған. Бейне репортажды жасау барысында туған өлкемнің ерекшелігінің бірі теріс өзенінің бейнелеп шағын макетін жасауға ниеттендім. Әр ауылға қанша рет барсам дағы, асыл еркем алдымнан жолығардай. Атырау мен Алтайым, мәнмен шашу шашайын, сағындырға сарарға барсам саған ай сайын, барсам саған ай сайын. Қасиетті Қаратау, асыл текті Алатау, жер жәннаты жеті су туған жерім тамаша. Туған жерім тамаша. Асқақтаған қазақтың тауы қандай, сылдырлаған бұлағы бауы қандай, таудың суын тамсанып жұтқан адам.
шашу шашайын, сағындырған сарыарқа. Барсам саған ай сайын, барсам саған ай сайын. Қасиетті Қаратау, асыл текті Алатау, жер жәннаты жетісу, туған жерім тамаша.